Сәлем барлығына, сіздермен бірге мен Сайлау Әбди. Бүгінгі видеода мен Америкаға 6 айға келетін болса жұмысқа, 6 айдың ішінде таза $100,000 тауып қайтуға болады ма, жоқ па, мүмкін бе, мүмкін емес пе, қандай қиындықтар күтіп тұр, не нәрсені білу керек, сол бойынша шынайы ақпараттарменен сіздерге жауап беремін. Көпшілік адамдар Америкаға виза алғаннан кейін сұрақ қойып жатады: Америкаға барғымыз келеді, бірақ қалғымыз келмейді. Визамыз 10 жылға берілді, әрбір барған сайын 6 ай көлемінде заңды жүре алады екенбіз. Сол 6 ай жұмыс жасап қайтатын болсақ, айына қанша табуға болады, 6 айда қанша тауып қайтуға болады деп жатады. Бұл сұраққа жауап беру өте күрделі, себебі келесі факторларға байланысты. Негізгі 3 факторды есептедім мен. Ең біріншісі жұмыста төленетін еңбек ақы болады. Ол сағатына болуы мүмкін, немесе бонус, проценттер, болмаса чаевыйменен тек қана болуы мүмкін, официант болып жұмыс жасаған жағдайда. Яғни еңбек ақыға байланысты. Келесі бір фильтрлердің бірі: жұмысқа рұқсат қағаздарыңыз бар немесе жоқ. Work authorization, social security number бар немесе жоқ. Соған байланысты. Үшіншісі, сіздер ағылшын тілін білесіздер немесе білмейсіздер. Осында көптеген факторларға және де сіздердің Қазақстанда істеген жұмыстарыңыз, қолдарыңыздан не келеді, Америкадағы еңбек нарығында қандай жұмыстарға үміткер бола аласыздар, сол нәрселерге байланысты нақты жауап беру қиындау. Осы видеода мен сіздерге толыққанды әрбір кісіге видеозвонок консультацияларда Америка келетін кісілерге түсіндіріп жатқандағыдай видеода түсіндіріп бергім келіп отыр, чтобы болашақта Америкаға жұмысқа келетін болсаңыздар, осындай 6 айға ғана барып қайту жоспарлап жатқан болатын болсаңыздар, нақты қанша ақша таба аласыздар, қанша жалақы алып қайта аласыздар, қандай жұмыстарды істей аласыздар, сонымен қатар не нәрсеге дайын болу керек, Қазақстанда тұрып нені дайындау керек деген секілді. Ал енді достар, табыстарға өтейік, қанша тауып қайтуға болады. Мен бағана айттым 3 фильтр туралы. Бүгінгі видеода мен ең базовый нәрселерді айтамын. Ол ең біріншісі сағатына төленетін немесе бонус проценттерменен. Бұл видеода мен сағатына акцент жасаймын, сағатына төленетін. Екінші фильтрдің бірі жұмысқа рұқсат қағазы, яғни work authorization немесе social security number. Осы екі документ бар немесе жоқтығында. Үшінші факторы ағылшын тілін білет немесе білмейтіндер. Мен ағылшын тілін білмейтін кісілерге осындай фильтрлерді қойдым. Сағатына келетін болсақ, Америкада бізде ең бірінші сағатына төленеді. Қазақстандағыдай ай сайын немесе кейбір жердегідей апта сайын емес, Америкада көбінесе сағатына есептеледі. Сіздер жұмысқа барасыздар, кешкі уақытта қайтасыздар, күніне 10 сағат болуы мүмкін, жұмыс 8 сағат болуы мүмкін. Соның әрбір сағатын минутына дейін есептеп, аптаның соңында фиксированный қанша сағат істегендігіңізге жалақының мөлшерін шығарып, сіздерге жалақы төлейді. Егер де овертайм деген болады, егер де сіздің жұмыс істеген жұмыс уақытыңыз аптасына 40 сағаттан асатын болса, әрбір сағатқа уже 1,5 есе төленеді. Мысалы, сізге Америкада жұмыс жасаған 40 сағатқа аптасына $25 есептейтін болса, бірақ сіз 50 сағат жұмыс жасаған болатын болсаңыз, қалған 10 сағатына $25 емес, $35 есептеуі мүмкін. Міне, осындайға байланысты, яғни біздің табысымыздың барлығы тек қана сағатқа байланысты. Бір күнде білеміз 24 сағат бар, ал біз Америкаға 6 айға баратын болсаңыз, яғни бізде 180 күн уақытымыз бар. Овертайм дегенді қоспай қойып, ол бір бонус ретінде қарастырайық. Көп жерлерде, егерде жұмысқа рұқсат, құжатсыз жұмысқа кіріп жататын болсаңыз, сіздерге овертайм төленбейді. Сол себепті бір күнде 24 сағат болатын болса, оның 8 сағаты ұйқыға дейтін болсақ, 2 сағаты баруға, жұмысқа, басқа да нәрселерге кететін болса,
фактически мен өзім басымнан өткен бір айда жұмыс берушілер болады аптасына 14 сағат төлейтіндей. Егер де біз 14 сағатты сағатына $25 есептейтін болсақ, 14 сағат жұмыс жасағанға бір күнге $350 төленеді. Ал оны 180-ге көбейтетін болсақ, біздің табысымыз приблизительно $63,000 болады 6 айдың ішінде. Яғни былайша айтқанда 14 сағат жұмыс жасау өте қиын, өте ауыр. Адам физикалық тұрғыда шаршайды, морально да басқа да нәрсемен шаршауы мүмкін, ұйқы қанбауы мүмкін деген секілді. Сол себепті $25 деген енді ол бүкіл жұмыстар бойынша, ол стройка саласы болсын, завод, фабрикалар, цехтар, ресторандарда болсын, барлық жерде осыны фиксированный орташа төленетін жалақы. Сол себепті міне жауап осындай сағатымен алатын болса, фиксированный жалақыменен 6 айдың ішінде ол максимум түрде $63,000, $60,000 табуға болады, яғни мүмкін емес. Келесі мәселе, жұмысқа рұқсат қағазы бар немесе жоқтығында. Қараңыздар, Америкада сіздер вакансияларды ұсына аласыздар, сайттардан, газеттерден, болмаса әртүрлі биржа труда деп аталады сол жерлерден. Сол жерде жұмыстарының, мысалы 1000 жұмыс болатын болса, вакансия сіз қарадыңыз, бір күннің ішінде списоктан бір қарап шықтыңыз болатын болса, оның ішінде примерно 600-і жұмысқа рұқсат қағаздары қажет деп жазылуы мүмкін. Сіздерден social security немесе work authorization документтер болу керек, сол кезде ғана жұмысқа аламыз деуі мүмкін. Ал сіздер енді 6 айға келген болатын болсаңыздар, бұл құжаттарды алуға уақыт кетеді. Ал сіздер тек қана 6 айға ғана барып Қазақстан қайтқыларыңыз келеді, яғни визаларыңыздан айырыларыңыз келмейді. Сол себепті бізде мүмкіншілік болмайды. Сол себепті бізде 1000 вакансия емес, 1000 вакансияның ішінде бізге доступна, қол жетімді тек қана 400-і болады. Шамаменен статистика осындай. Ал енді 600-бенен 400-ді салыстыратын болсақ, әрине біздің жалақымыз бағанағыларға қарағанда төмендеу болады. Яғни официально жұмыс жасайтын жерлерде сағатына $30-дан жоғары жалақы ұсынатын болса, сіздерге $25-дай сондай болуы мүмкін. Жұмысқа рұқсат қағазы болуы, болмауы ол тікелей әсер етеді. Енді үшінші фактор тоже ағылшын тілін біледі немесе білмейді. Қазақстанда көпшілік бауырларымыз, енді Америка келетіндер ағылшын тілін жеткілікті түрде біліп жатады. Өмірінде американецтермен басқалармен де жұмыс жасамаса да, дегенімен мен факторларды изучать еттім. Вдруг сіздер ағылшын тілін білсеңіздер де, теориялық тұрғыда білсеңіздер де, кітаптарды оқи алсаңыздар да, бірақ американдықтармен жұмыс жасамағаннан кейін олардың сөздерін түсінбеулеріңіз мүмкін. Сол себепті мен ағылшын тілін білмейді дедім. Және де бағана көрсетілген жалақылардың барлығы да сол ағылшын тілін білмейтіндерге арналған. Әрине сіздер ағылшын тілін білетін болсаңыздар, мүмкіншіліктер артады. Қандай мүмкіншіліктер артады? Сіздерге мысалы көп жұмыс берушілер алатын кезде тілменен жұмыс жасамайтын жұмыс болуы мүмкін. Яғни сіздердің физикалық күштеріңізді, уақыттарыңызды, яғни назарларыңызды, вниманияларыңызды алатын сондай жұмыстар. Әрине ондай жұмыстарға көбінесе жалақы аздау төленеді. Ондай жұмыстарға былайша айтқанда спрос дейді ғой, спроста төмендеу, яғни ол жұмысқа барғысы келетін адамдар да көп. Сол себепті жалақы да осындай төмендеу жалақы $20-25 сағатына есептеледі. Егер де сіздер ағылшын тілін білетін болсаңыздар, әрине вакансиялардың мөлшерлері артады. Мысалы айтайық, компьютерменен бір монтаж жасай аласыздар видеоларды дейік. И сіз бір диджитал агентство, который именно мероприятиялар түсіріп, сондайменен айналысатын, олар сағатына $50 төлейміз деуі мүмкін профессионалдарға. Болмаса, белгілі бір проекттермен, немесе бір документтерменен финансовый отчет жүргізе аласыздар. Болмаса, сату менеджері бола аласыздар, сіздерге сағатына $40 төлейді, сонымен қатар плюс еще проценті бар деген секілді. Әрине, сол себепті ағылшын тілін білетін болсаңыздар, әрине жалақылар сағатына көптеу төленеді, білмейтін болсаңыздар төмендеу төленеді.
Енді қараңыздар достар, мен айттым сіздерге, бізде былайша айтқанда 6 айдың ішінде егерде сіздер сағатына жұмыс жасайтын болсаңыздар, және де жұмысқа рұқсат қағазы болмайтын болса, ағылшын тілін білмейтін болсаңыздар, фактически 6 айдың ішінде $100,000 тауып қайту ол өте қиын, өте редкі, өте сирек кездесетін нәрсе. Мен енді жоқ деп те мүмкін айта алмаймын. Мүмкін біреулер, біздің қазақ бауырларымыз, басқа да адамдар тауып жатуы мүмкін. Бірақ ол, ойлаймын, 1000 адам, 2000 адамнан біреу ғана деп, исключительно өзінің ерекше қабілеттерімен әсер ете алады. Бұл жерде ескеру керек нәрсе, Америкада жұмыс берушілер сізге жұмысқа алатын жағдайда, ол сізбенен бірлесе отырып жұмыс жасау арқылы 2 есе пайда тапқысы келеді. Егер де сіз әрине жұмыс берушіңізге $20,000 ай сайын табыс алып келе алатын адам болсаңыз, ол сізге $10,000 жалақы төлеуге қуана келіседі. Және сіз секілді тағы да 10 шақты, 20, 100 шақты адамды алуға тырысады. Осындай нюанстарды ескере кету керек. Енді қандай фактор Америкаға келгеннен кейін ай сайын $100,000-дай, ай сайын деппін ғой, 6 айдың ішінде $100,000-дай қалай тауып қайтуға болады? Ең бірінші нәрсе, бағанағы айтылған сағатына төленетін жұмыстармен қатар вознаграждение, процент, бонустарменен төленетін. Яғни сіздер жұмыс бір ручка сататын болсаңыздар, болмаса бір крем сататын болсаңыздар, басқа да нәрсе сататын болсаңыздар, сіздердің еще ол жерден бір бонус түсетінде, чтобы сіздің істеген, сіздің ынтаңызға байланысты, сіздің жасаған жеткен жетістіктеріңізге байланысты тағы да қосымша бонустар түсе алатын. Бұндай жұмыстарда ақшта өте көп ақша табуға болады. Бір ручка сатып $1 табумен қатар, автосалонға кіріп, автокөлік сатып, ай сайын $1 миллион дейін бонус ала алатындай, ондай мүмкіншіліктер де бар. Ол үшін не керек бізге? Келесі бағана айтқан 2 фильтр керек. ақш-қа келгеннен кейін жұмысқа рұқсат қағазын жасату керек. Ол өте маңызды нәрсе. Көп жалақы төленетін, көп мүмкіншіліктер бар жерлердің барлығында міндетті түрде work authorization мен social security документ болу керек. Үшінші фактор, ағылшын тілін білу керек. Менің өз ойым осы. Егер де сіздер ақша келгеннен кейін гарантированно ай сайын 6 айдың ішінде $100,000 тауып қайтам дейтін болсаңыздар, осы 3 нәрсені міндетті түрде орындап дайындалып келіңіздер. Егер де 3 нәрсені орындамай бірақ тапқыларыңыз келетін болса, онда міндетті түрде бағана айтқандай жұмыс берушіге пайда келе алатындай, мүмкін бір күшті бір шеф-повар болыңыздар, мүмкін қолдарыңыздан бүкіл нәрсе келетін әдемі бір үйдің үшін ремонтты бір айдың ішінде евро ремонттың бәрін жасап бере алатындай, сондай кәсіби адам болатын болсаңыздар, міндетті түрде көп жалақы ала аласыздар. Видеоны көргендеріңізге өте үлкен рахмет. Достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болғанмен Сайлау Абди.